Ассаламу алейкум. Қарақалпақ әдебиет сабағы. Мен Атаниязова Гүлшат Сейтниязовна. Бүгінгі тема Бердақ Қарғабайұлы шежіре шығармасы. Бердақ Қарғабайұлы хабарыңыз бар, 19 әсірдегі классик шайырымыздан. Бердақ Қарғабайұлы Қарақалпақ әдебиетін темасы бойынша, жанрлары бойынша рауажландырған Қарақалпақ тарихи дасталарды, тарихи шығармаларды біріншілерден болып жазған, һәмде байытқан шайырларымыздың бірі. Бердақ шайыр Әмударияның Арал теңізіне құяр аяғында 1827 жылы туылған. Бердақ жас уақытынан ауыр тұрмыстың барлық қысуметлерін басынан кешірген. Бердақтың дөрекпесі жас бала уақытынан бастап өз ауылы атрапындағы дихалар тұрмысынан, яғни өгізім, шығырым қосқыларынан басланады. Сонымен біргелікте шайырдың өмірі хақында мағлұматлар оның қосқыларында анық сақталып қалған. Бұл қосқылары өмірім һәм менің қосығында өмірбаянлық анық суретлеп көрсеткен. Шежіре шығармасы. Ілімпазлардың айтуы бойынша бұл шежіре шығармасы, шежіре бұл һәме халықларда бар тарихи мағлұмат болып, бұны Бердақтың қолға алуының өзі, қолға алып жазуының өзі бұл үлкен батырлық болып табылады. Себебі халықтың тарихын, халықтың келіп шығуын жазу бұл һәме шайырларға да несіп етпеген. Бердақ болса, сол біріншілерден болып, сол шежіре дастаны жазып қалдырады. Бұл шежіре дастаны Расулуллах бірақ мініп Қабы Қаусейн барған екен, құда бірлен раз айтшып, хақ дидарын көрген екен. Гүл yüzлері Шәмси Қамар, Әбу Бәкір Хәзіреті Омар, Осман Әли 4 шахрияр пайғамбардың яраны екен. 33 мың сахабасы, жүмле арабның хабилесі, қызмет еттілер баршасы пайғамбардың заманы екен. Шежіре солай басланады. Яғни бұлда халық хадислері, сол рауиятлардан келіп шыққан мағлұматлардың бәрін Бердақ жинаған. Һәм бұл жерде бұның діни сауаты бар екенлігін, һәмде һәме халықлардың шежіресі сияқты сол пайғамбарлар, сахабалардан басылап жазады. Сондан кейін қарақалпақлардың келіп шығуы хақында, һәмде рулардың келіп шығуы хақында бірме-бір адамлардың атлары, рулардың атларын бірме-бір келтірудің өзі Бердақтың сондай дәрежеде яды кең, яды кеш екенлігінен де дерек береді. Майқының оғлы Жайылған, яны бірісі Сейілхан, Жайылған аты Ұран болған, Қоңырат Ұран қылған екен. Жайылған білән Сейілхан, Сейілхан яумы түркмен болған, Майқыдан бүгіп айырылған, ол Қоңыратның туғаны екен. Сарназдан туды Қытайбек, Қытай тонын қылды жөргек, яны бірінің аты Чак, Қытай Қыпшақ болған екен. Яғни бұл жерде сол қарақалпақ руларының келіп шығуын, сол аңыз әфсаналардан, сол хадислерден алып, соны өзі бірге сол энциклопедия етіп түзе баслаған. Онан кейін бір зайыфтан 2 оғылы болған, Мұйтан білән қият туған анасы Арухан Қытайға ұран болған екен. Мұйтан тұқымы тентек болды, Жайылғанға сауда салды, Жайылған бай бәрін қырды, 2 бала қалған екен. Яғни бұл жерде сол ұрулардың, ұранларының, хаял қызларының атларын қойғанлары, һәмде бұлардың келіп шығуы, сол Шыңғысхан менен байланысты уақияларды байланыстыруы, һәмде пайғамбарлардың туылуы менен байланыстыруы, бұларда шежіреде жүдә рәң-бәрең етіп келтірілген. Оннан 2 бала қалған, баланы асырап сақлаған Ақчолпан Мұйтанға ұран болған екен. Теке кене бірі маңғыт, маңғыт диян күллі маңғыт, теке диян теке яумыт, кене маңғытның туғаны екен. Кене маңғыт тұр ағасы, кене тентек тұр інісі, әр іш етсе кес тұр іші, ол кене кес болған екен. Бұл жерде де сол мүйтелердің, сол маңғытлардың, яғни сондай кенегесілер руларының келіп шығуын осылай көркем баянлап берген. Қоңырат руын Қаңғар руына байланысты келіп шыққан. Яғни
Қоңырат қоңғур һәм ат, яғни қоңғарлар дегенді білдіреді. Сахаба араб тілінен кіріп келген сөз болып, біздіңше жолдас, дос деген мәнді білдіреді. Мұхаммед пайғамбардың жақын жәрдемшілері болған. Қият атамасы моңғолша қиян сөзінен келіп шыққан. Қиян бұл ағыс дегенді білдіреді. Яғни бұл жерде қоңырат дегенде аты дегеніміз көпілік мәнін келтіреді да. Сол көпілік мәнін келтірген, яғни бұл жерде қоңғарлар дегенде де көп қоңғарлар. Қиян дегенде де қият деп келтірілген, яғни ағыс дегенде де күшлі ағыс деген мәністі береді. Бұл не хақында? Шежіре шығармасы хақында Бердақтың көптеген ілімпазлар зерттеу жұмысын алып барған, тарихшылар зерттеу жұмысын алып барған. Мысалы, Бердақты Қарақалпақ әдебиетіменен бірге тарихына да нәзер салған дейді. Бірақ та енді сол шежіре бұл анық тарих болмағанменен, бәрібір сол қарақалпақлардың келіп шығуын, рулардың келіп шығу тарихын көркемлікпенен бұл шежіре шығармасында келтіріп өткен. Мысалы, Сағымбай Ибрагимовтың Бердақтың шежіре дастаны туралы этно-тарихи шығармасында бір қатар эпизодларды қалай түсіну лазымлығын іліми текарда ашып береді. Мәселен, Бердақ былай деп жазады дейді: Анис Малик икки кіші пайғамбарының сахабасы, Анис қазақтың бабасы шундан алаш болған екен. Маликнің ұлы Разықақ жашлығында қойды құлпақ, күйген екен қара қалпақ, шундан қалпақ болған екен. Яғни бұл жерде сол Бердақтың сол нені айтқанымдай, пайғамбарлар содан басылап, сахабаларынан басылаған. Енді бұл жерде сол қосықтың өлшеміне тура келсін деп, қарақалпақ деген атты мысалы қалпақ деп келтірген, яғни қысқартып келтірген. Яғни қосық өлшемі тура болу үшін солай қысқартып келтірген. Бердақтың шежіре шығармасы бұл қарақалпақ әдебиеті үшін да, қарақалпақ тарихы үшін да үлкен бай біздердің мирасымыз болып табылады. Камал Мамедовтың Қарақалпақлар шежіресі кітабын оқып көрсеңіз болады, міне QR код арқылы. Бұл жерде де сол бірінші сол Бердақ басылап берген болса, Камал Мамедовті сол Қарақалпақ шежірелеріне түсініктер беріп өтеді. Бүгінгі сабағымыз осынымен жұмақланды. Диққатларыңыз үшін рахмет.